Мұқағали 1931 жылы дүниеге келді. Балалық шағын соғыс жылдарымен өтті. Сол жылдары әр үйден шыққан шеше зарым баланың анаға деген сағынышын естіп өсті. Айналайын Ажаржан, кел қызым, көмектесіп бере қойшы. Келе қой, міне, мына жағын стажар. Айбалам. Былай айналдырайыншы. Айбалам, кел. Мынаны байлап жіберейін. Я бар, жауып шайып келе қой. Кемпір, Ау, анау шайынан дайындашы. Қарнымыз ашты. жақсы, кәл. Анау қаптың түбіндегі оннан шетпек місің? Жақсы. Көп болды ғой шетпей жемеген. Апа, әке, дастарханға келіңіздер. Кел балам, шай болды да. Апа, әке, ана қабынның бір ар жағында бір мал жоғалды деп. Сол біздің емес пе екен? Түгел дедіңіздер ме? Балам, қызым рахаттады. Сен малдарды түгел дедің бе? Әке, уайымдамаңыз, малымыз түгел. Ол жоғалған мал анау ауылдың басындағы Серік ағаның малы ғой. Ей, шалау, ана үйде азық-түлік бітті. Бүгін кешке не тамақ пісірем? Апа, қара көжеңізден іздесеңізші. Жарайды, қолыным. Қызым жүре қоймыз. Кешкі тамағын қабылдай берсін. Балам, осы жіпті бастап байлау керек. Түсіндің бе? Ассалаумағалейкум теңес. Ауыл дүрбелеңге салынып жатқанда сенің мына жайбырақ отырсың не? Уағалейкум ассалам. Ей, алдымен тізеңді бүк. Не болып қалды? Жүр одан да ауыл орталығына. Сонда ауылдың бүкіл ер азаматтарын жинауда. Ей балам, танıştық па екен? Кел, одан да бар, көріп қайтайық. Білмедім әке, жүріңіз. Ай, балам, кіре бер. Ой, баяу, мыналарың қайда кеткен? Ей, сол баяғы малдың ізіне кеткен шығар. Апа! Апа! Ойбай, не болды жаным? Апа! Не болды айналайын? Анда, ауылдағы барлық ер азаматтарды соғыс қалып бара жатыр. Соғысқа дейді, ойбай ау. Біздің анау үйдегілер де бар ма? Онда әкем де, ағам да бар ғой. Ол соғыс тосыннан соққан күш. Не деген қорқынышты күні. Өкініші қалың ғой. Арман, үміт түзеді. Сұлулықтан, нәзіктіктен айырып. Ананы жесір, баланы жетім қылған бұл зұлмат. Кімді жалма? Апа кетпеге тұру ерекші өтінем, апа. Апа жүрші. жыл соғыс алаңында қалған Асан әкесінің дүниеден өткеніне бір айдан өтті. Соғыс алаңы. Жамал, анам, ажар қарындасым, мен Асанмын. Соғыстан хат жазып отырмын.
ойда жоқта соғысқа аттандық. Сұрапыл соғыс ешкімді аямады. Ертеңгі күнімізде не болатыны беймәлім. Бір білетінім, күнде соғыс, күнде адамдардың зардап шегуі. Анашым, мен сізбен өткізген қасымызда болған әрбір күнді сағынышпен еске алып, сіздің қара көжеңізді, ыстық шайыңызды, жымиған күлкіңізді еске ала отырып, көзімді жасқа толтырамын, анашым. Міне, тура бір ай болды әкемнің қаза тапқанына. Әкем, жан әкем қасымда қорған болды. Асқар әкемнің қаза болғаны ішімді қан жылатады. Анашым, мен сіздерді сағындым. Мен бұл хатты қалай да болсын сіздерге жеткіземін. Анашым, мен сіздерді сағындым. Үйде еркек те жоқ. Осының саласынан ана мен баласы күнде егіншілікте қара жұмыс жасауда. Апа, жаным апа, аяғың ауырып қалмады ма? Ана ақсаған аяғыңа құйрық майыңды жаптың ба, апа? Апа, ана басшы қарамай тұрғанда анда отырып жұмысыңды жасай бер. Асықпа, апа. Қызым-ау, сен де осы жасыңа жеткенде қинадың. Апа, өтінем қойшы. Әлі-ақ бәрі жақсы Ей, болады. не әңгіме? Тез жұмыстарын істеңдер. Ей, болыңдар, тез қимылдаңдар. Тегел, қайырықтың, Ебая, Жамал, сенбісің? Иә, менмін. Текесім қайда? Айтшы. Бұл майданнан келген хат. Бақыл болыңдар. Бақыл болыңдар. Жоқ. Бақыл болыңдар демеші. Құдайым қызым. Болым. Жоқ. Апа тұршы айналайын, апа тұр. Аға көмектеші, апама не болды? Апа тұра қойшы. Апа әлің жақсы бола жүрші. Ауруханаға барам, апа жүрші айналайын. Қос қанатынан айырылған ажар. Үйінде жалғыз күйбең тіршілікпен қалды. Күнделікті жұмысы солған. Апамның қайтқанына бір жылдай болып қалған екен. Ажар! Асан, Мен келдім, Ажар! Асан бұл сенің. Иә, менмін, Ажар! Асан тегі өлді жеді ғой. Жоқ, Ажар! Иә, мен соғыста жоғалып кеттім. Ажар, анам қайда? Менің осындай соғыстан аман есен келгенімде қасымда болмай ма? Анашым қайда? Апау, қайдасыз? Апау, қайдасыз? Мен келдім, апау! Ажар, апам көршіге кеттім, айтшы! Ажар! Асан кем тоқташы. Асан түсінесің бе? Анамның шайын ішпегені бір жыл болды. Анамның қара көжесі жемегені бір жыл болды. Сол бір қарғыс атқан қаралыққа келгенде анам көтере алмай қалды. Асан кешірші, өтем анамды құтқара алмады. Асан өте кешірші. Ажар, не деп жатырсың? Ажар! Кешірші, ағаны кешіре гөр. Жоқ, Ажар, мен сенбеймін. Апам қайда, Ажар? Апам қайда? Кешірші, анамды сағындым. Бірақ мәжбүрінен әкемнің қайтқаны сенің жоғалғанды көтере алмай қалған анам. Сол жерде жан тапсырдым. Асан кешіре көрші өтінем. Мен сен алмаймын бұл өмірде. Ажар, апам қайда? Апам қайда менің? Менің апам қайда? Апам, мен соғыстан баста аман
себебі сіз болдыңыз ғой. Мен соғыстан сізді сағынып, күні түні ойлап, сіздің жымиған күлкіңізді, ыстық шайыңызды, қара көжеңізді сағындым ғой, апау. Апау, мен соғыстан келгенде сіздің жоқтығыңыз маған қиынға соқпай ма, апау, қайдасыз? Анамның жоқтығы өйде қатты білінеді екен. Бір жылдан жетті қиналып кетті достым. Кешірейін. Бұл сенің кінәң емес, менің кінәм. Аша, болды. Аша, болды. Сабыңа түс. Жанана аңсап жүрмін күндізіңді, балам деген бал тәтті жыр сөзіңді. Арманның қиялымен жүрем ана, қайта көрсем екен деп бір өзіңді. Мен тіріңде білмеппін қадіріңді, жылына бір көреміз қабіріңді. Қайта Аллам ортаға төгермеді аналық ақ жүректі жарығыңды. Пенделікке салынып аттаңдаймыз, аналарды біз тауып жатқандаймыз. Бір сөз айтса 10 ауыз тіл қайтарып, аналық ақ сүттен ақталмаймыз.